Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пароль сенімділігі. Бүгін сабағымызда браузерді жүктеуді үйренеміз және сенімді пароль құру критерийлерін айқындаймыз. Браузерлер өте көп, соның ішінде қолданысқа кеңінен тараған Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera тағы да басқа. Бүгін сіздермен Google Chrome браузерін жүктеп көрейік. Ол үшін интернетке барып, Google Chrome деп жазайық. Яғни Google Chrome скачать. Көріп тұрғандарыңыздай сілтемелер ашылады. Өзіңізге қажетті сілтемені басып, скачать Chrome деп, әрі қарай командалармен кете бересіз. Chrome setup деп сақтайын ба дейді. Иә деп сохранить батырмасын басамыз. Бұл жерде Chrome сақталды дейді. Не скачать Chrome. Бұл жерде жазылған ақпараттармен келісесіз бе деп тұр сізбенен. Алдымен осы ақпараттың барлығын оқып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ақпараттың барлығы ағылшын тілінде. Келесі өрістен өзімізге ыңғайлы тілді таңдап оқып шығамыз. Оқып болған соң, егер сізге осы шарттар ұнаса, иә, жоқ деп өз жауабыңызды бересіз. Мен да деп батырмасын бастым. Көп мынау жүктеу, яғни загрузки батырмасын басайық. Бұл жерде яғни запустить. Загрузки завершена деп болған соң, установить батырмасын басамыз. Ол команданы орындағаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай Google терезесі ашылады. Осы жерден өзіңізге аккаунт ашып, ол жерге лақап ат беріп, және пароль беруіңізге болады. Енді парольді қалай береміз? Пароль деген не? Яғни пароль ол сіздің ақпаратыңызды қорғауға арналған құпия сөз немесе таңбалар жиыны. Алдыңғы сабағымызда біз өзіміздің электрондық адресімізді құрған болатынбыз. Сол жерде егер парольдеріңіз мына түрде сақталған болса, оны тез өзгертіңіз. Яғни парольді бұлай сақтауға болмайды. 1-ден 9-ға дейін сандар, немесе тек бірлер, тек екілер, тек А, тек Z деген сияқты. Және ең маңыздысы өзіңіздің туған күніңіз, немесе аты жөніңізбен парольді қоюға болмайды. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма 124-ші беттегі үйде орындайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.